ислам құндылықтары мен қазақ халқының дәстүрлерінің арасында сабақтастық бар екені белгілі. Әсіресе қазіргі қоғамда мысалы дін жолында жүрген жастар, олардың ішінде діни сауаттылық мәселесі, оның ішінде жаңа этносаралық қарым-қатынас жасау мәселесінде қазақ халқының дәстүрін, әдет-ғұрпын білу өте өзекті болып табылады. Кейбір кездері біздің қоғамда діни сауатсыздықтың әсерінен, мүмкін діни адасушылықтың әсерінен біздің ұлтымыздың дәстүріне деген кереғар пікірлер бар. Кейбір жағдайда олар мысалы отбасында тәрбиенің мүмкін аздығынан немесе басқадай мәселелердің кесірінен болып қалуы мүмкін, бірақ олар осы діни сауаттылықтың аздығы, көбінесе діни сауаттылықтың аздығынан осы дінге, әдет-ғұрыпқа деген, салт дәстүрге деген кері пікірлер қалыптасқан. Ол жай отбасының ғана емес, бүкіл мемлекеттің құлдырауына әсер етеді. Жалпы дәстүр сөзі, ғұрып сөзі араб тілінен енген сөздер екенін біз білуіміз керек. Мысалы дустур деп айтады, мысалы дәстүр, ол да мысалы ислами құндылықтардың негізінде біздің дәстүрімізге енген термин деп жазуға болады. Көбінесе мысалы қонақжайлылық, үлкенді сыйлау, тағы да мысалы үлкеннің алдынан кеспеу, ниет, қазақ халқында бар ұғымдардың, осы ұғымдардың бәрі ислам дінінде де кездесетін ұғымдар болып табылады. Жалпы біз мысалы айтайық, балаға ат қойғанда, біз мысалы көп олардың ат қоюдың өзінде де мысалы діни кейбір кездері көзқарастары әсер етуі мүмкін. Мысалы ислам деген ат көп кездеседі, балалардың аттары, Мұхаммед деген ат кездеседі. Мысалы тіпті болмаған жағдайда, мысалы отбасында ұл бала болмаса, қыз балаға ұл туар, ұл жалғас деген аттар қойып жатады. Олардың бәрі осы жаңағы біз айтқан исламдағы ниет деген ұғымның негізінде қалыптасатын мәселелер болып табылады. Сондықтан біз қазіргі қоғамда ислам діні мен қазақ халқының дәстүрлерінің арасындағы сабақтастықты жоққа шығара алмаймыз. Ол өзекті және біздің қоғамда бар. Қазақ халқының қай ғасырдағы алатын тарихына келетін болсақ, жалпы біздің қазақ халқы салт дәстүрге бай, және ол осы дәстүрді жылдан жылға жаңғырту мәселесімен шұғылданады, және оны сақтау, сабақтастықты жүргізу, трансформацияны жүргізу мәселелерімен айналысады. Сондықтан біз дін мен дәстүрдің арасындағы айырмашылықты іздеу емес, олардың арасындағы үндестікті іздеуіміз керек. Сонда ғана біздің қоғамда біртұтастық, ұлттың біртұтастығы және бейбітшіліктің мәселесі орнығады деп ойлаймын.